Әдемі болу үшін киген тоныңыз да, шаш үлгіңіз де, жүріс тұрысыңыз да келісті болу керек. Бет-әлпеттің келістілігі мен ұзын аяқтар аздық ететін кездер де бар. Теріңіз жұмсақ әрі тегіс болмаса, өзіңіз кейде ыңғайсыз жағдайға түсіп қаласыз. Өкінішке орай сырт келбеттің сұлулығын күту үшін кейде кремдер мен маскалар аздық етеді екен. Бапталған жылтыраған шаш әр қыздың мақтанышы, алайда бұл шаш сәніне ғана қатысты. Ал егер жағымсыз қылшықтар бетке шықса не істейміз? Жайлы майдарында мамандар кеңес ұсынады, зер салайық. Қазіргі кезде әйел қауымы үшін жасалатын косметологиялық процедуралардың түрі өте көп. Әркім өзінің қалтасына қарап қалағанын таңдай алады. Әсіресе заман дамыған сайын аппарат көмегіне жүгінетін болдық. Сондай процедуралардың бірі лазерлі эпиляция. Қазіргі таңда эпиляцияның түрі бар, воскпен алуы, қантпен алуы, не болмаса лазермен алуы. Шаштың өзінің өсуінің үш сатысы болады, яғни катоген, анаген, телоген. Лазерлік эпиляция жасайтын кезде біз анагенге жасаймыз, яғни активный рост дейді, яғни оның ең өсуінің жоғарғы деңгейі деп айтсақ та болады. Түктер қалың болса, лазерлі эпиляция 3-4 рет жасалады. Содан кейін олар біртіндеп түсе бастайды. Алайда бұл одан өмір бойына құтыласыз деген сөз емес. Ол тек түктердің өсуін баяулатады. Әрі лазерлі эпиляцияда лазердің түрі түктің түсіне байланысты таңдалады. Яғни түктің пигментіне қарай қайсысы тиімді болатынын кәсіби маман тағайындау керек. Егер де шугарингке жүгінетін болсақ, ол фолликулитке алып келіп соқтырады, және шаштың теріге қайта өсуіне алып келіп соқтырады. Лазерлік эпиляция ол жерде сіз әрі түктен құтыласыз, әрі теріні жасартып, тегіс қылдырады. Лазерлі эпиляциядан соң мынаны естен шығармаңыз. Егер аталған процедураны жаз мезгілінде жасатсаңыз, бір айға дейін күнге күйуге болмайды. Және бет терісіне жасалатын болса, косметика қолданбаған жөн. Шырайыңыз арта түссін.